ухудшения погодных условий, а именно понижение температуры воздуха до минус 33 градусов, 15 февраля текущего года с 19 часов 00 минут закрыто движение для дизельных и общественных транспортных средств на участках автодорог республиканского значения Акмолинской области. В этой связи, уважаемые жители и гости Аршалынского района, просим вас без необходимости не покидать населенные пункты. Всю подробную информацию о закрытии или открытии автодорог вы можете узнать, скачав мобильное приложение Дармен или позвонить в единый колл-центр Казавтожола по номеру 1403. Берегите себя и своих близких. Сәлеметсіздер ме? Бүгін 2 айдың 17 күні. Біз дәл қазір Үрімжі қалалық Бидун районы Умуди шығыс жол бөліктерінде тұрмыз. Бүгін Үрімжіге қар жауған себепті жол тайғақ. Чопыр жолдастарға ескерте кететініміз, жолда жүрген кезде жылдамдықты ақырындатып, өнімді тормоз аралығын сақтап, бағдаршамға көңіл бөліп, қылымшылыққа таласпай, амандыққа көңіл бөлуін ескертеміз.